Айша және ақылды шам. Айша орманға барғанда достарға көмектескенді жақсы көретін. Бірақ күн батқанда орман ішінде жол табу қиын болатынын байқады. Сондықтан ол бір ерекше нәрсе ойлап тапқысы келді. Үйіне келген соң, кішкентай үстеліне отырып ойға шомды. Егер маған жарық көрсете алатын кішкентай дос болса, деді іштей. Сөйтіп Айша түрлі материал жинап, кішкентай домалақ шам құрастырды. Ол жай шам емес еді. Оның жарығы жұмсақ көк түспен жанып, жолды дұрыс жаққа қарай нұрландыратын сияқты болды. Тіпті шам жанғанда айналасында кішкентай жарқыраған белгілер пайда болды. Бұл Айшаның жүрекпен жасаған ақылды шамы еді. Сол кеште Айша шамын қолына алып орманға шықты. Жол бұрынғыдан қауіпсіз секілді көрінді. Кішкентай жануарлар да жарыққа риза болды. Олар Айшаның арқасында қараңғыдан қорықпай өз жолмен өте алды. Айша түсінді. Ақылды шам сиқыр емес. Ақыл мен мейірім бірігіп тұрғанда нағыз жарық туады. iKids KZ YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыз.